витаминдерді постоянно ішіп тұру керекпін бе? Осылай маған сұрақ қояды. Осы өнімдер туралы ақпарат бергенімде енді сол адамдарға түсіндіріп айтып кетейін. Өнімдерді постоянно ішіп тұрмайсыз. Енді әркімде әртүрлі бағдарлама болады. Мысалға, кейбір адамдары иммунитеттері төмен болады. Оған иммунитет деген біздерде программа бар, соны ұсынамыз. Кейбір адамдарға ағзасын тазарту керек болады. Паразиттер болады ағзада, бактериялар болады, хронический аурулар болады. Соларды ағзаны тазарту керек болғанда біздерде жапондық ағзаны 3 этапты тазарту деген бағдарламамыз бар. Сол бағдарламаны ұсынамыз. Әркімнің курсы әртүрлі болады. Кейбір жағдайларда 3 ай ішу керек болады өнімді, кейбір жағдайда 6 ай ішу керек болады өнімді. Енді бір адамдар айтады, мен 1 ай ішкеннен кейін осы өнімнен тәуір болып кетем ба дейді. Бұл дәрілік препарат емес. Сіз бұны ішкеннен кейін тәуір болып кетеді дейтін, бұл дәрілік препарат емес. Бұл ағзаны тазалайды 3 этапты, қаныңызды тазалайды, асқазан ішек жолдарын тазалайды, паразиттерден арыласыз, және кейбір өнімдер бар, біздің ағзамыздың pH-ын өзгертеді. Сол арқылы біздің ағзамызға көмектесер, ағзамыз ары қарай кез келген аурумен өзі күресетіндей жағдайға жетеді. Бірақ постоянно ішіп тұру керек па дегенде, кейбір жағдайларда 3 ай ішесіз, кейбір жағдайларда 6 ай ішу керек боласыз. Әбден ағзаңыз тазалып қалыпты жағдайға келгеннен кейін барып, жылына 2 рет ағзаңызда макро-микроэлементтермен сіздің ағзаңызға қандай витаминдер, минералдар жетпей тұр, сонымен толықтырып тұруға болады. Енді ой, олай болатын болса керек емес, мен бір ішкенде тәуір болам екен деп ойлап едім деп айтып жататын адамдар да бар. Енді оларға айтатыным, давлениемен ауыратын адамдар сіздер давлениенің дәрісін күнде ішіп жатырсыздар ғой. Солай емес, одан сіздердің давлениелеріңіз кетіп жатырған жоқ қой. Күн сайын давлениенің дәрісін ішіп отырған адамдар бар. Мына тамақ ішкенде тамақтар қорытылмайтын адамдар бар. Үнемі мезим, креом, панкреатин деген сияқты таблеткалерді салып жүреді де өздерінің жандарына сол таблетканы тамақ ішкеннен кейін ішіп алады. Тамақ қорытылу үшін оларды ішіп жатыр, бірақ одан сіздердің асқазан ішек жолдарыңыздың ауруы жазылып жатырған жоқ қой. Солай емес пе? Мысалға, зобпен ауыратын адамдар зобтың таблеткасын, гормоналды таблеткасын ішіп жатырсыздар, бірақ одан сіздердің зобтарыңыз кетіп жатырған жоқ. Сіздер тек қана жаңа ағзаны поддерживать етіп, қазақшасын, ағзаны тек қана қалыпта ұстап тұру үшін тек қана осылай ішіп жатырсыздар. Солай емес пе? Ал бұл жерде сіздің ағзаңызды біріншіден тазартады, екіншіден макро-микроэлементтерін қалпына келтіреді, үшінші ағзаңыз сіздің кез келген аурумен өзі күресе алатындай жағдайға жетеді. Сондықтан да дендеріңіз сау болсын, осы өнімдерді ішіп, 100% табиғи, органика, жапондық өнімдерді ішіп, денсаулықтарыңызды түзеңіздер, ауырып еміздегенше ауырмайтын жол іздейік, аурудың алдын алуды ойлайық. Денсаулықты әбден ауырғанда емес, ауырмай тұрып қолға алайық, дендеріңіз сау болсын.